Қазақ әдебиетінің классик жазушысы Мұхтар Әуезов кімде-кім ана тілін, әдебиетін сыйламаса, бағаламаса, оны сауатты, мәдениетті адам деп санауға болмайды деген екен. Армысыздар. Бүгінгі 6-шы сыныпқа арналған қазақ әдебиеті бағдарламасында жазушы Шерхан Мұртазаның «Тұтқын бала» әңгімесімен танысамыз. Шерхан Мұртаза Қазақстанның халық жазушысы, қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері. Қаламгер 1932 жылы 28 қыркүйекте Жамбыл облысы Жуалы ауданы Талапты ауылында дүниеге келген. Балалық бал дәурені соғыспен тұспа-тұс келіп, шығармаларында қоғамның ащы шындығын кестелеп, соғыс жылдарындағы қиыншылықтар мен ауыл адамдарының әр алуан тағдырларын баяндайды. Шерхан Мұртазаның шығармашы тікелей өзінің өмірмен байланысты деп айтуға болады. Өйткені 1937 жылы Шерхан Мұртазаның әкесі Мұртаза сталиндік репрессияға ұшыраған еді. Сол кезде Шерхан әлі кішкентай бала, 9 жасар бала. 1941 жылы Шерхан Мұртаза 1-ші класста оқиды. Сол 1-ші класста оқыған кезде бізде бәрімізге белгілі тарихтан Ұлы Отан соғысы басталған кезең еді. Шерхан Мұртазаның өмірі мен шығармашылығы тікелей байланысты деп отырғаным себебі, Шерханның бүкіл барлық шығармаларының тақырыбы Ұлы Отан соғысы тақырыбына жазылған шығармаларының көпшілігі. Мысалы, 41 жылғы келіншекті алатын болсақ, осында Ай мен Айшаны алатын болсақ. Жазушының кең құлашты, өзекті шығармасы 5 кітаптық Қызыл жебе эпопеясы. Қазақ халқының бір туар ұлы Тұрар Рысқұлов туралы туынды Тұрар тағдыры арқылы қазақ халқының басынан кешкен қилы-қилы кезеңдерді қамтиды. Қызыл жебе халықтың ыстық ықыласына бөленген шығарма. Тағы бір айта кететін жай, Қызыл жебе романындағы Тұрар Рысқұловтың туған, жүрген жерін, әсем табиғатын аса бір шеберлікпен, керемет көркем оймен шынайы суреттеуі. Шығармада бір ауылдың бас көтерер азаматы Рысқұлдың тағдыры айтылады. Тұрар Рысқұлов сияқты күрделі тұлғаны әдебиетке әкелу жазушының үлкен ізденімпаздығы. Тарихи оқиғаларды таразылауы үлкен ерлікке пара-пар деп айтсақ, асырып айтқандық емес. Шындықты ақтарлайту қиынның қиыны. Шерхан Мұртаза. Мұхтар Әуезов Абай жолы романы арқылы қазақ халқының ғасырлық тарихын дүниеге паш етсе, Шерхан Тұрар бейнесі арқылы қарама қайшылыққа тұнып тұрған қазақ халқының тарихындағы ең күрделі, ең ауыр кезеңін шынайы суреттей білді. Проза жанрында жазушының әдеби тұлғасын айқындай түскен шоқтығы биік, мазмұны терең шығармасы Қызыл жебе романынан үзінді етіп алынған Тұтқын бала әңгімесімен танысамыз. Жазушы Шерхан Мұртаза бұл шығармасында кейіпкерлердің жан дүниесін ашатын оқиғалар түзіп, тартыс табиғатын талдауда алғырлық танытқан. Кейіпкерлерді аса үлкен шеберлікпен даралай білген. Тұрардың портретіне назар аударып көрелік. Мысалы, аласа төсектен салбыраған арық қолды қоңқақ мұрын тәуіп шал әл ұстап отыр. Арықтықтан баланың шынтағы шодырайып шығып тұр. Топ-толық қарулы бала енді қауқарсыз, сүлдесі сүйек болып қалған. Қара торы өңі қазір боп-боз, көзінің айналасы көгеріп, көлеңкесі түскен. Бұрын пәмпектеу мұрын енді ерекше сопайып, ебедейсіз көрінеді. Жанарында ұшқын бар екен. Бұл бала Тұрардың ауырып жатқан кезі. Қаншама ауырып сүзектен сүзіліп жатса да, жанарындағы ұшқын өшпейді. Автор романда сонымен бірге басшылардың, болыстардың портретінде көптеп кездестіруге болады. Мысалы, вице-губернатор Асташкин портретіне назар аударайық. Жазушы бұл адамның портретін өте келісімді, жарасымды жасаған десек, артық айтқандық емес. Мысалы, вице-губернатор атан түйедей нан кіседі. Қазына тіккен мундирі шақ келмей, күйімді ұдайы жеке ұстауға арнайы заказбен жеткізетін. Қазандай басы қасқа маңдай, бірақ мұрны көріктеу, артық егі шығыңқы. Сақал мұрт қоймайды. Оның есесіне күрең қасы қою, қабағы жардай. Өз ісіне мейлінше берілген, үй жайын, әйел баласын, мемлекет ісі дегенді ұмытып та кететін пәруана адам.
Міне, жазушы Шерхан Мұртаза тарихи шындыққа қоса, басшылардың портреттерін сан түрлі етіп бере білген. Тұрар Рысқұловтың өнегелі өмірі мен қызметі туралы жазған іргелі еңбегіңіз өз халқының жарқын болашағы жолында ғазиз жанын пида еткен есіл ерлерімізге арналған лайықты ескерткіш болады. Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан Республикасының президенті. Әңгімеде Тұрардың басынан өткен қиындықтар жазушының атынан баяндалады. Орыс байларына жалданып, қара жұмыс істеп, қала берді әкесімен бірге абақтыда отыру, әкесі көрген азапты көріп өсу, бала Тұрарды болашақта қайратты, қайсар болып шығуға тәрбиелейді. Тұрар өмірде әкесі Рысқұлды өзіне өнеге тұтты. Әке бойындағы қайраткерлік, намыс пен жігер баласына қатты әсер етті. Әңгіменің тәрбиелік мәні бүгінгі ұрпақ үшін ұлттық рухтың биік болуы қаншалықты қажет екендігін ұғындырады. Бұл жерде енді оқушыларға тікелей тәрбие беретін не нәрсе деп айтамыз. Тікелей нәрсе мысалы Тұрардың бейнесі оқушыларға адами биік қасиеттерді сомдайды, адами биік қасиеттерді жоғары қояды. Ел алдындағы парызын, осы дүниелерді, одан кейін елді қорғау, болашақта еңбекке баулу сияқты дүниелерді осы тұтқын бала шығармасынан біз көре аламыз. Приходько мырзаның ұлы губернатор көшесіндегі гимназияда, ал қызы Нарын көшесіндегі әйелдер гимназиясында оқушы еді. Едіреңдеп тұрған екі жиренді жегіп, Пәуеске мен Тұрар осы екеуін гимназияға алып барып, алып келіп тұрады. Ұлы Аркадий еді дағы, қызын Наташа деп атайтын. Аркаша шолжаң, Тұрардан бірер жас үлкен болса да, әлі ақыл есі олқы-толқы, тым кеш жетіліп келе жатқан ерке тотай неме. Жасына жетпей сеп-семіз Аркаша Пәуескеге қорбаңдап әрең мінген соң, Тұрардың қолында қамшыға таласып, онсыз да атырылып тұрған арғымақтарды сабаламақ болып, Тұрарға ентелей бұйрық беріп келеді. Тұрар делебені шірене тартып, асаулардың қату басымен алысады. Жирендердің тағалары тасқа шақылдап тиген сайын шашырап от шығады. Көшеде келе жатқан адамдар қырғи тиген торғайдай жан-жаққа қаша жөнеледі. Аркаша одан сайын ерледі. Күнделікті осындай қайталанып отыратын тірлік. Гимназияға жан-жақтан ағылып келіп жатқан ара-тұра қазақ балалары да кездесіп қалады. Демек, қазақтың да оқуына болады екен деген Тұрардың басына ой келеді. Әңгіменің бір тұсында бала Тұрар, әттең, Аркашаның орнында мен оқысам, кітаптан баса алмас едім деп армандайды. Кейіпкердің бұл сөзінің де осы кезеңмен өзектес екенін аңғаруға болады. Балалық балдәуренді басынан кешіре алмай, өмірдің қиын өткелдерін бұғанасы қатпай жатып-ақ сезінген Тұрар үшін әке жанында түрме ішінде өткізген күндердің өзін жайлы, жақсы кезеңдерге теңейтін еді. Шығарманың соңы шәкірт бала өз ұстазы Иван Владимировичпен арасындағы диалогпен аяқталады. Қазақ та өз атына ие болар Тұрар, ол заманда туар. Мүдде тек бір ұлттың ұлы болуыңда ғана емес, адамзаттың ұлы бол. Сен қазақтың ғана емес, бүкіл езілгендер әлемінің ұлысың. Қазақтан сендей шәкірт тәрбиелегеніме қуанамын. Сен қызыл жебесің, бауырым, деп тебіреніп кетті. Шерхан Мұртаза Тұрар бейнесі арқылы қарама-қайшылыққа толы қазақ халқының тарихындағы ауыр кезеңін баян етті және оны шынайы суреттей білді. Олай болса, Тұрар Рысқұлов туралы әлі де айтар сөз көп. Атадан асыл ұл туса, елінің қамын жейді, дейді дана халқымыз. Тұтқын бала әңгімесіндегі Тұрар бала бейнесінен үлгі өнеге алайық. Мен сіздермен қоштасамын.